қазақ үйде таушат қалып тұрса қазақ үй ұқсайтын. Маңғыстаудың көрікті жерлерінің бірі Бозжыра шатқалы. Ол өлкенің ең әдемі символы. Бұл ғажайып мекен ғалымдардың айтуынша миллиондаған жылдар бұрын тау түзілімдерінің бұзылуынан пайда болған. Ерекше нысан Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласынан 300 км жерде Қарақия ауданы аумағында орналасқан. Табиғи ескерткіш ақ тастардан құралған бір-бірін қайталамайтын шөлді ландшафттардан, биіктігі 250 метрге жететін таңбалы тастардан тұрады. Қазіргі таңда Бозжыра шатқалы еліміздің мақтан тұтар ең танымал туристік орындарының бірі. Бұл жер жайлы естіген кез келген адам мұнда келіп бір көруді армандайды. Себебі бұл жердің сипаты құдіретті Алла тағаланың ең үздік суретші екенінің айғағы. Маңайға жақындаған сәтте көз алдыңызда керемет картина ашылады. Ал ол шын мәнінде әр деталін қолмен ұстап көруге болатын табиғи картина екеніне сену қиын. Бозжыраға барған сәтте саяхатшылардың көзіне ең бірінші болып азу тістер шатқалы түседі. Бұл биіктігі 200 метрге жететін бор үйіндісінен көтерілген ақ тас шыңдар. Шатқалды тамашалап жүріп, қаңылтыр ұлу қабықтарын, акулалардың тістерін кездестіруге болады. Алла тағаланың шеберлігіне тәнті боласың. Табиғаттың көркемдігі де сонда. Мұнда бәрі ақ түсті және барлығы ерекше үйлесіммен жаратылған. Каньондар, шыңдар, мұнара таулар, жер. Сол себепті де Бозжыра шатқалы ерекше әсер қалдырады. Құдды керемет кино туындысын түсіруге арналған алып алқап секілді. Бозжыра шатқалы Маңғыстау облысындағы ерекше қорғалатын аймақтар тізіміне кіреді. Тарихшылардың пікірінше, жерде адам да болмаған кезде бір үлкен Тетис мұхиты болған. Оның түбінде жанартаулар атқылап, жер дірілдей бастаған. Нәтижесінде мұхит теңіздерге бөлініп, түбі көтеріле бастады және біртіндеп Пангея деп аталатын үлкен жер пайда болды.
Содан кейін ол екі үлкен бөлікке бөлінеді: Лавразия және Гондвана. Кейінірек бұл жерлер қазір бар 6 құрлыққа бөлінді. Осыдан миллиардтаған жыл бұрын Маңғыстау жерінде осы мұхиттың болғандығын дәлелдейтін болсақ, мұнда көптеген артефактілер, акулалардың тістері, балықтардың омыртқалары, аммониттердің барлық түрлері, жойылып кеткен цефалоптар, соның ішінде қатайған тас ұлулар, қабығы бар теңіз түйіршіктері кездеседі. Арал теңізі Тетистің қалдығы деп санауға болады. Ал Каспий, Қара және Жерорта теңіздері Тетистің қазіргі өкілдері болып саналады. Көрермендер, мінекей біз қазір Бозжыра биіктігінде тұрмыз. Төменде көріп отырсыңыздар, арт жағымда Бозжыраның кеме деген көрініс екен. Яғни тау шатқалдары кемеге ұқсайды. Жіңішкелеу, ұзындау болып кемеге ұқсайды екен. Сондықтан корабль дейді екен осы. Яғни кеме көрінісі. Ал енді мына сол жағында қарасаңыздар, клик дейді екен. Яғни қасқырдың азу тісіне ұқсайды. Сол азу тісіне ұқсағандықтан клик деп атап кеткен екен. Яғни осының бәрі Бозжыра керемет көрініс. Бұл осыдан 60 миллион жыл бұрын бұл жерде теңіздің асты болған екен. Қазір енді асты ақ минералды тастарға айналған бор тәрізді. Ал енді биыл жауын-шашын және қардың көп болғандықтан төмен жақта жап-жасыл көкпеңбек болып тұрған жусанды көруге болады, шөптерді. Ал енді негізінде бұл төменгі жаққа түссе, төменгі жақта осы бұрынғы Тетис деген мұхит болған екен, соның асты болған. Сондықтан астыңғы жақта бұрынғы акулалар мен жаңағы үлкен көне балықтардың тістерін неше түрлі ракушкалар табуға болады екен. Енді мына жерде туристер көп жүрген жерде олар көбі алып ондай